Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Қытай елінен кезекті келген тапсырыстар. Бұл екеуі де Gearbest интернет-магазиннен келген. Бірінші алдымен мінекей мына келген кішкене ғана тапсырысты көре салайық жылдам. Бұның ішінде мындай екі тал переходник. Бұл переходниктер жаңағыдай USB Type-C-ден, жоқ керісінше микро USB-ден мынандай USB Type-C арналған осындай переходник. Бұл қазір білетін болсаңыздар, көптеген кейінгі смартфондар осындай Type-C форматымен шығуда, ал бізде қолданып жүрген үйдегі көптеген кабельдеріміз, зарядкамыз осындай қарапайым микро USB стандартындағы шнурлар. Мысалы, машинада болсын, не болмаса басқа бір қонаққа барсақ, осындай USB Type-C-ге зарядка таппай қалуымыз мүмкін. Сондықтан бұл өте керек нәрсе. Және кезекті тапсырысымыз бұл мінекей Gearbest сайтынан мінекей. Бұл жерде мінекей бізде фонарик. Бұл фонарик бізде мінекей үлкен. Менің каналымда алдында көрген болсаңыздар, екі фонарик келген болатын. Біреуін 30 центке шатаспасам, не болмаса 10 центке. Ол фонариктің біреуі мінекей осы болатын. Бұл қазір Gearbestте шамамен $3 тұрады. Ал мынау шамамен $6 тұрады. Бұның енді алыстығы, қуаты дейміз, жаңағы жарықтығы мына фонарикке қарағанда әлде қайда жоғары болу керек. Мінекей достар, екі фонарик көріп отырсыздар. Бірі мінекей кіші, осыған дейін көрсетілген қара фонариктің тек сұры түсі. Мінекей екеуін салыстырып көрсек, мінекей размерлерін көріп отырсыздар. Екеуі екі бөлек. Мынау мінекей мына жерде Cree деген фирманың фонаригі, мынау Ultrafire деген фирманың жасаған фонаригі. Мінекей диодтарды қарасаңыздар, мынанікі үлкен, мынанікі кішірек. Батареяларына келсек, бұл батареялары да сонда екеуінікі екі бөлек. Мына жерде кіші фонарикте мынандай қарапайым пальчиковый дейді, АА размерлі батарея салынатын болса, мына жерде үлкен пауэрбанктерде қолданылатын мынандай үлкен 18650 деген батарейка қолданылады. Екеуінің размерін көріп отырсыздар. Екеуі екі бөлек. Бұл батареяларды тағы да пауэрбанктерден басқа ноутбуктердің аккумуляторларында пайдаланылады. Осы ноутбуктердің, көптеген ноутбуктердің ішінде осындай батареядан 6 тұрады. Мен бұл батареяны сол істемей қалған ноутбуктың аккумуляторынан шығарып алдым. Негізі Қытайдан тапсырыс беру керек еді. Қытайлықтар батареяны жібермей жатыр. Өйткені таможня қызметі, кеден қызметі жарылу қаупі бар деп бұндай аккумуляторларды қазір тасымайды екен. Сол үшін мінекей жаңағыдай ескі ноутбуктың батарейкасынан, аккумуляторынан шығарып алуға тура келді. Енді мінекей қайсысы жарығы жанады дегенге келсек, мына жерде характеристикасында 600 люмен көрсетілген, мына жерде 1200 болу керек, шатаспасам. Мінекей кіші фонарик былай жанады, үлкен фонарик былай жанады. Мінекей екеуінің айырмашылығын көрдіңіздер. Мінекей мына айырмашылығы осы. Мына фокусы мінекей былай реттеледі, құра бүйтіп сырғиды. Мына жерде дәл сондай сәл бүйтіп сырғиды. Тағы бір айта кететін жайт, бұл фонариктің, мына кіші фонарикте бір-ақ режим бар, жақтың болды. Басқа ешқандай режим жоқ. Мына жерде 5 режим бар. 5 режимнің мінекей бүйтіп жағамыз. Біріншісі, мінекей осы бірінші режим, бұл қатты жанатын режимі, ең максималды жанатыны. Екінші режим орташа жанатын режим. Үшіншісі баяу жанатын режим. Төртіншісі мінекей стробоскоп. Бесіншісі мінекей SOS.
Қазір міне баяу жанатын режимнің өзінде мінекей мына кіші фонариктен әлдеқайда жарық болып тұр.